ойланып келе жатырмын, кімге көмек берсем екен деп ойланып келе жатсам, осы апамыз сияқты бір апа сумкасында Өзбекстан деген жазуы бар. Сөйтіп келе жатыр екен, бүйтіп әзер жүріп келе жатыр. Бүйтіп жайлап жанына келіп қарасам, қара тер болып кеткен ғой, қиналып үхілеп келе жатыр. Сосын Құдай маған көмек беретін адам тауып беріпті ғой дедім да, сөйтіп арба келейін деп бара жатсам, бір арба кетіп барады екен, арба берші десем, жоқ бере алмаймын дейді. Сосын мен ойлап қой, дұға тілектің қабыл болып тұрған жерінде мен неменеге пендеден сұрап жатырмын, Құдайдан сұрамайын ба? Аллахым маған арба тауып берші, ана апаға көмектесейін деген сол еді. Бір жас жігіт қазақ новый арбаны андай жерге әкелді да қойып кетіп бара жатыр. Ана арбаңды алайыншы десем, ала беріңіз. Құдай момент дұғамды қабыл етті ғой деп ананы алып апаның алдына барып, апа отырыңыз десем, ана апа менің түріме қараған жоқ. Арбаға сылқ етіп отырды да қолын көкке жайды, Құдай жанай, сәнге шүкірлер болсын деп дұғаны жіберді. Жылап етегі жасқа толып кетті жаңа апаның. Сонымен дұға жасап біткеннен кейін апаға айтып жатырмын, неге жылап жатсыз десем, балам дейді, мен неменеге жыламаймын дейді. Мен жаңа өзіммен бірге омра жасайтындар бүгін соңғы омрамыз еді. Сөйтіп олар, мен адасып қалдым, олар қайтып кетті дейді. Енді мен құлауға шақ келе жаттым да, Құдай өзің бір маған жәрдем бер, маған бір арба тауып бер деп айтып аузымды жиғанша болған жоқ, сен алдында келіп арбамен тұрсың ғой дейді. Момент дұғамның осылай қабыл болатынын білгенде мен Құдай тағаладан қу арбаны емес, жәннатты сұрайтын едім ғой дейді.